Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика сабағы 2-ші сынып. Бүгінгі 79-ші сабағымызда сендер санды 3-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырмамызда суретті және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін тап дейді. Үлгі бойынша есепті шығарамыз. 3 қосылған 3 ол 6-ға тең, 6-ға 3-ті қоссақ 9-ға тең. Енді бұны біз көбейтінді түрінде жазатын болсақ, бірінші тұрған 3-ті жазамыз. Көбейту 3 бізде 3 рет қайталанып тұр. 3-ті 3-ке көбейткенде 9-ға тең болады екен. Келесі 4 қосылған 4 8-ге тең, 8-ді 4-ке қоссақ 12-ге тең болады. Ал енді осыны көбейтінді түрінде жазатын болсақ, бірінші тұрған 4-ті ең алдымен жазып аламыз. Көбейту екінші сан, ол бізде неше рет қайталанып тұр 4, соны жазатын боламыз. 4 көбейту 3, 12-ге тең.